Apple ізбес рекорд орнатты. 1980 жылға келіп, компанияның бағасы $100 миллион шығып, онда 1000-нан артық инсан істейтін еді. Сол жылдың ақырында компания ғалабалыққа айланып, акцияларды сатуда басылған. Хам базар бағасы 2 миллиардқа шыққан. Бұл 1956 жылдан бері Ford'тан кейінгі ең жоғары көрсеткіш еді. Бұл уақытта болса, IBM өзінің дәстепкі персонал компьютерін шығарған еді. Олар базар өсуін күткен хам ол үлкенлескеннен кейін кіріп келген. Сонда айту керек бір қанша анық ұсыныспенен. Олардың Lotus 1, 2, 3 деп аталушы кесте процессоры бизнес уәкілдері арасында кең тарқалған. Бұл бизнес уәкілдері Apple өзіне тарта алмаған қаридарлардан еді. Бұнан кейін Apple мұнасып жауап қайтаруға харекет еткен. 1979 жыл Стив Джобс инженерлер жамаатын жинап, Palo Alto компаниясына жаңа ойлап табуларын көру үшін барған.